Көз тимесін командасымен сұхбаттасуды ары қарай жалғастырамыз. Қазір менің қасымда отырған осы команданың мүшесі, вокалисі, дауысы, әншісі және кинодан кейін түсінесіздер, киноны көргеннен кейін, және де өте мықты игругі Данияр Әлжанов. Донча және қандай? Шамай дейді бәрі бұл кісіні. Шамай. Қош келдің. Қош көрдік. Сәлем, Зарина, қалайсыңдар? Жақсы. Донча жақында, міне осы жақында әке атанды. Қазір кішкентай қызы бар. Командадағы кеш үйленген жігіттердің бірі. Әзірге крайние дейікші, сенен кейін әлі бір адам бар ғой. Құдай қаласа, ол да болады, Құдай қаласа. Қалай сезім? Әлі сезініп үлгермеген де шығарсың бірақ? Енді сезінгенде андай ғой, өзі Алланың қалауымен, міне Аллаға шүкір, осы 4-5 күн алдын босанды. Сезінгенде де, енді сәл андай бір не бар. Енді Алланың қалауымен ғой, былай келгенде, денсаулық жағы сәл жаңағыдай не болады ғой, жаңағы давление дейді. Одан кейін жаңағы өз күшімен жаңағыдай босанамай, жаңағыдай кесарево деймін, сол нәрсемен босанды. Енді бәрі қазіргі сәтте уайым болды, басқасы болды. Енді бірақ аман есен қолымызға қызды алып, жаңағыдай босанып алды. Қазір жақсы, жағдайы жақсы, қыздың да, келіншегім де жағдайы жақсы. Бірақ әлі көрмедің ғой, роддомда қазір? Әлі роддомда, әлі шыққан жоқ. Құдай қаласа, ертең ары күні Алла бұйырса шығарамыз. Бірақ фотосын көрдің? Фотосын көніге көреміз, көніге жаңағы видеозвонок қазір жақсы болып қалды ғой, WhatsApp деген. Фотосы келеді, болмаса жаңағыдай. Одан кейін роддомға барғанда бірінші этажға орналастырған екен, терезесі ашық, сәл бір барып басын көтеріп қарайсың. Өзім тура аумаған, мұрынды енді бізге берген ғой, генде бар ғой бізде. Соқсап, қызымызды есімін азан шақырып Рамиля деп қойдық. Не мағына білдіреді? Рамиля араб тілінен алғанда, мынау жалпы Алланың жарығы деп, сондай мейірімді, сондай мағына береді, жақсы мағына. Өзіме ұнады. Негізі жалпы бұл есімді әкем ұнатып, әкем айтты, осы есім маған ұнайды, осыған қойсақ қалай болады деп. Маған да ұнады, сонымен бірлесе отырып, соны таңдап қойдық. Басқа да есімдер болды енді ол жерде. Мынаны қойсақ қалай болады, былай қалай. Бірақ Рамиля деген, білмеймін, өзіме бір әдемі естілді, андай құлаққа да бір жақсы есімдер ғой. Жамиля, Рамиля деген сияқты. Рамиля. Енді осы жерде бір нені айта кетейік. Алдыңғы сұхбаттарда да жігіттер де айтты. Данияр міне қазір балалы болып жатыр, осыдан 1 жыл бұрын ба, 1 жыл жарым бұрын ба, тойып үйленді, тойы болды, Мына қазір енді көз тимесін кино түсірді, киносы шығып жатыр деп жатырмыз ғой. Соның бәрін, сол киноға осы Даниярдың тойындағы балалардың қайта бас қосуы, жаңағы серпіліс күші болып, қозғалыс күші болған ғой, былайша айтқанда, Дәл солай болды десек болады. Әсіресе жаңағы сен тойыңа барлығы флешмоб көз тимесін болып шығып, ән айтып, би билеп, сол видео тарап кетіп. Ой, ол зор болды. Зор сәттер. Кәдімгі тарихта қалатын нәрсе болды негізі. 2000 жалпы былай түсіндіріп толықтыра кетейін, Зарина. Енді 2025-тің басында үйлендік. Яғни январда мен жаңағыдай сөз салып, сонымен не болды ғой бізде? Тәтті шай дейді ғой. Тәтті шай болды, сонымен ары қарай алдын жігіттер айтып жүреді, үйленген жігіттер, ойбай патыр-пұтыр болып кетеді жаңағы. Үйленсең, міне десең болды. Алланың қалауымен патыр-пұтыр қалай той өтіп кеткенде білмей қаласың дейді. Дәл сондай болды ғой. Кәдімгі түс көргенде көзіңді аштың, жұмдың, уже жаңағы әке атанып отырсың да, мысалы. Аллаға шүкір. Февральда алып келдім, бет жасадық. Сөйттік та апрельдің 15 күні тойы болды.
сол тойда енді балдар бәрі костюмесін жиналдық. Сөйтіп шай ішіп отқан кезде осы тақырып басталды ғой, киноның тақырыбы. Осы шай ішіп отырып, неге бірдеңе жасайық? Дончан тойында бір бас қосып қалдық, давай бірдеңе жасайық. Бір сериал ма бірдеңе көрейік та, бір шуточный бірдеңе жасайық деп сөйтіп жүріп киноға келдік. Кино ше, давай кино көрейік. Ала бер сөйтіп жүріп, сол жерде жаңа балдар флешмобты дайындап, подарка қылып жаңағы костюмесін болып, әлемнің әні бар ғой жаңағы. Көтер, соны чатта не айтып шығамыз дейді. Сөйтіп бәрі жазып отыр. Маған дың әлемнің әні келді да. Как раз хит болып жатыр. Как раз хит болып отыр. Бізге костюмесінге жалпы ол ән кеп тұрды. Жігіттерге айтамын, әлемнің әні бар ғой, осыны айтып шықсаңдаршы. Давай, шапағат бізде сразу сөзін жазып, жаңағыдай бәрін дайындап, уже минусын Марат енді әлемді таниды ғой енді, бауырларымыз. Сол әлемнен сразу хабарласып, жаңа минусын алса, әлем паканалы кісімен салып жіберген ғой. Свайт етіп, анау істеп аласыңдар деп ше. Сөйтіп алдық, сразу оперативно жаңағы балдар студияға барып, дауысын жазып, айтып, биіне дейін қойып, уже тойда мен өзім үйтіп ойламадым. Біз ана шақырды, сөйтіп костюмесін осындай, Есін аға жаңағы экраннан мен білген жоқпын до этого ше. Тойда отырық, келіншегім екеуміз. Сонымен ортаға шақырдық, келдік, осындай деп Есін аға жаңағы экраннан хабарлады, костюмесін жігіттері жаңағыдай деп. Сөйтті балдар шығып келатыр, жаңағы әнмен. Оппа, қарап, кәдімгі халық кәдімгі ортаға келіп жаңағыдай соткілерін шығарып кәдімгі ертесіне анау кетті ғой. Лайкі бармай, комментарий бармай, ошым кетіп жатыр, уже бізге ой келді, мына неге жасамасқа давай кино. Сонымен халық жақсы қабылдады бір видеоның өзін. Бір видеоның өзін кәдімгідей жақсы қабылдап, сөйтіп Ерлаш мен тойыма келе алмады, ол іссапармен жаңа Қытайға кеткен болатын. Сөйтіп Ерлашты күттік, Ерлаш келді. Тойдан кейін ақылдасып отырып, сөйтіп не істейміз, давай деп, сөйтіп бастап кеттік мына киноны. Сол бірден бір себепкер енді мен деп айта аламын. Сол ғой, бірден бір себепкер сен, және де енді білмеймін бұл сұхбатымыз шығатын уақыт қай кезге келетінін, киноның алғашқы күндеріне сәйкес келуі мүмкін. Енді кинодан көріп жатқан адамдар сенің образыңды шамамен түсінеді ғой. Мен өзім ең алғаш Черновой вариантын көрген кезде ойладым да, мәссаған, мына Донча ма? Оказывается, исті ойнай алады екен ғой бұл деген бір сондай. Мынау актер екен ғой деп. Сол кәдімгідей біз үйреніп қалғанбыз. Данияр ол әнші, ол команданың әншісі болды. Как будто басқа миссия жоқ та, сен ән айтуға ғана әншісің болды. Енді әр командада сондай бір позициялар болады ғой. Бізде команданың өзі костюмесінің позициясы былай келгенде универсал болды ғой бізде. Білесің ғой, Зарина, өзіңде мысалы бұл команда костюмесінің универсал негізі. Оның жаңағы хабарлауы жаңағы бірінші дауысы болады, оның добивкісі болады, оның жаңағы бишісі болады, әншісі болады, жаңағы финал қайтатынымыз. Бәріне келіп қаламыз жаңағы. Универсал. Мынау десе болды, біз орындап кете береміз. Одан кейін бізде командада андай нәрсе жоқ етін. Білмеймін, сонысынан бұл костюмесін деп ойлаймын. Біз рөлге таласпайтымыз. Вообще таласпағанбыз. Главное, костюмесін чемпион болса ол. Алып шықса болды. Костюмесін болып, жаңағы чемпион болсақ, болмаса жеңіп шықсақ болды. Бізге победа болды. Ол кім ойнады, кім қалай қылды, бірақ грамотно ойнап шығарып, соны жаңағыдай көрсетіп шығарса, жеңсек болды деген ой бізде. Тек қана осы болады. Финалда ойнамадың 2005-те деп осыған дейін айтып келе жатыр бәрі. Соның себебі неде? Ол енді, Зарина, ол жалпы негізі мен КВН-де деп айтсам қалай болады? Жалпы костюмесінде мен сол екі жерде жолым болмады негізі. Былай келгенде костюмесінде мен финалда болмаған себебім қазір мен айтайын. Ол кезде енді жаспыз ғой енді. Мен енді әншілікке жаңағыдай ол кезде енді 17-18 жасар боламыз. Сол кезде әншілікке құмар
болатынбыз. Анаған еліктеп, мынаған еліктеп, әйтеуір әнші болсам екен деп армандап, сол жерде енді КВН-мен қатар алып жүрік қой. Сөйтті де бізде жаңағы суперстар деген болатын еді. Соған жаңағы қатысам деп, күні сәйкес болмай, мен жаңағы суперстарға кетіп қалғанмын да, и финалға барамадым. Сол кезде кішкене сондай бір, енді ақмақтық деп айтсам ба, или ол суперстарда арман болды ма? қандай да бір неге жеттің ба, бір уровеньға дейін? Суперстарда ма? Елулікке дейін бардық қой. Алматыға дейін бардық, елулікке дейін. Елуден кәдімгідей құладық қой, бүйтіп. 5 топқа бөлді, 10-10 адамнан. Сөйтті де бізді кәдімгі КамАЗ ұқсатып бүйтіп, төк тастай салды бүйтіп. Сонымен қайттық. Қайтқан кезде уже кеш болды, уже мен финалға қатысам деген кеш болды да, балдар Астанаға шығатын болды. Мен де бардым енді. Астанаға бардым, финалда кәдімгі залда көріп, поддержка жасап, жаңағыдай дұғада болып, иә, бірақ ойнамадым. Сол бір өкініш. Ол суперстар кім, қай әнші жеңген суперстар? Біріншісі ма? Ол жоқ, ол екіншісі. По-моему, Қайрат Керменбаев, Нұржан Керменбаев шыққан. үшінші онда. Иә, үшінші болса керек. Түсінікті. Екіншісі, ол тағы да бір нем бар, жолым болмаған. 2006-да Көстемесін есеп беру концерті болады, білесіңдер, иә? Сол кезде дайындықта жүрміз бәріміз. Залда дайындықта жүрміз, дайындалып жатырық, рөлдерді алып алған. Сөйтіп шығып жатырық. Енді ол кезде де енді баласы ғой, енді ойнайсың, жаңағыдай бір үлкендірек бір жігіт, сонымен күресемін деп жаңағыдай ойнап. Сөйтем де мен оны астына кіріп, жаңағы көтеріп жатқан кезде салмағы ауырды, аяғым қайырылып кетеді де, астында қалып кетем ғой жаңағы. Сөйтіп, вроде бүйтіп қараймын, нормальный. Бір уақытта ақсаңдаймын, бір уақытта вообще жүре алмай қаламын. Сонымен үйге бардық, кейін дәу гипс жаңағыдай салып берді, аяғым сынды. Ол кезде де залда отырып. Залдан көрдім сені, кстати, сол ойында. Иә, қарап отырып. Қасыңда бір қыз отыр сол жерде. Кәдімгі қыз бен жігіт болып отырған сияқтысыңдар. Ол жоқ, группаласым ба, или не шығар? Ондай бір не емес. Жоқ, ол кезде бір. Осы жерден сұрайыншы, жалпы не себепті командада жалпы біріншілердің бірі болып үйленген ол Ералаш. Одан кейін Шапағат. Одан кейін Айбек 30 жасында үйлендім деді. Айбек, одан кейін жоқ, бізде Ильяс бар ғой. Ильяс бар, иә. Ильяс үйленді. Ильястармен қатар. Одан кейін Айзкон үйленді бізде, Азамат. Азамат, мен Азамат. Азамат үйленді. Содан кейін біраз ортаға, араға жылдар салып барып, мен үйлендім. Бұйыртса, Ералаштың балалары 1-2 жылда жоғары оқу орнына түседі. Құдай қаласа. Иә, қара, сұрайын дегенім, не себеп болды сонша ұзақ күтуге? Ерлашта сәл, жаңа баласын айтып жатсыз ғой енді. Сәл шыдасай, мен балам тойында дружка боласын дейді. Сөйтіп тиісетін. Мен намыстанып. Енді не дейді анау, қуған жетпейді, бұйырған кетпейді дейді. Бақшабама дейді. Соғысап әйтеуір бұйыртқан осы сәт болды деп ойлаймын енді. Бірақ енді ештен кеш жақсы дейді. Еш болмағаннан гөрі, әйтеуір енді Аллаға шүкір, Алланың қалауымен үйлендік. Қызды болып отырмын, әке болып отырық дегендей ғой. Енді 40 жасқа дейін бірде-бір рет ғашық болмадым. Ойбай, мен енді ғана өз махаббатымды кездестірдім десең, мен сенбеймін. Бір себеп бар сияқты, сен бір қыз ренжіткен мүмкін, содан кейін үйленбей жүрген деген сияқты. Жоқ, мен енді ғашық болмадым демеймін. Әр адам енді жүрек нәзік қой. Ғашық боласың, бала махаббат болады. Басқа енді бірақ былай өкініш ондай нәрсе болған жоқ. Мен енді бұған дейін жүрген енді өнерде болдық. Ән саласында енді үйтейік, әйтеуір шығайық, анаяқ бір арманшыл болдық. Сол үй сөйтіп жүріп жаңағы енді жағдайда болды арасында мысалы. Жағдайға да байланысты, ол енді той жасау қазіргі заманда оңай емес қой енді. Анауың бар, мынауың бар, әйтеуір жинауың керек. Сенің бір жинаған 2-3 миллион жетпейді мысалы. 10 миллионсыз ол той сен атқарамайсың. И то бір средний той болады ол.
кемі 15-20 миллион әшейін кетеді негізі дәл қазіргі сәтте. Оған да байланысты болған шығар, бірақ мен оған кеп тақағым келмейді, өйткені біз андай болдық қой. Я бір 24 жасымда бір үйленетін сондай бір құлшыныс болды менде бір. Үйдегілерге жаңа мам, пап, мен үйленейінші. Мына осындай рұқсаттарың берсең. Сөйтіп жай үйдегілер әлі ерте емес па, балам? Сен әлі жассың ғой деп ше. Сол кезде жай бетім қайтқан. Одан кейін де үйдегілерге де не екен ғой дедім да, мен уже ары қарай Алматыға кеттім. Алматыда жұмыс жасап, ары бері жүрдік. Сөйтіп тұрғанда өздері сол 30-ға толғанымда, 32-мде ма, жай балам, сен үйленбейсің ба деп ше. Мен сол кезде әлі есімде. Мен үйленем деген кезде өздерің ғой. Бетімді жаңағыда қайтарған. Білмеймін енді қазір деп жүргенде адам оказывается 30-дан асқаннан кейін уже таңдап қалады екен ғой. Анамен таныстырып, мынамен ананы телефон беріп, анау кәдімгі көніге мынандай звоноктар телефонмен ше, жаңа сөйлесу, жаңа танысу. Бірақ мына шын жүрегіңмен мына линия битіп өтпегеннен кейін сенде ол ашылмайсың да. Сен оны қаламасаң, онымен қалай ертең семья боласың, сен қалай тұрасың бірге. Оны өтірік жақсы көру болмаса, ертең семья болып кетеміз ғой деген нәрсе білмеймін, мен енді оны түсіне алмайды екенмін ше. Басқалар қалай түсінетінін мен өзім өйтіп қабылдай алмадым. Сөйтіп жүре келе мен Мөлдірді жолықтырдым. Мөлдірмен біз сол жұмыста енді карантиннен кейін біз енді жұмыс істеу керек болдық. Өйткені оған дейін тойда жүрдік. Той саласы бітіп қалғаннан кейін уже біз басқа салаға кетіп, сол жақта мен Мөлдірмен танысып, сөйтіп жүріп 1,5 жыл ма артынан жүгірдік қой, 1,5 жылдай жүрдік қой енді. Сен көп кіші ма жасы? Менен кіші, әжептәуір кіші. Содан кейін шығар, жас болғаннан кейін сол уақыттар солай болды. Одан кейін соңында айттым енді. Мен үйтіп жүре бермеймін. Мен де жасым келіп жатыр, үйленуім керек. Осындай деп бәрін түсіндіріп, содан кейін жаңа басталды ғой. Тәтші, неғып. Бірақ бізде 2 рет сөз салу болған. Біріншісінде жоқ деді ма? Біріншісінде жоқ деген жоқ, деді. Бірақ шоковый состояние деді жаңағы. Бір достарымызбен құрылтай деген өзіміздің чат достарымыз жаңағыдай неміз бар, жаңа компаниямыз өзіміз араласатын, бәріміз семейный жаңағы. Үлкен отырыс жасаймыз. Жаңа жыл 1 январь. Бұл кісі Сарыағаштың қызы. Сарыағаштан келеді, күтіп алам. Сөйтіп жаңағы отырысқа алып барамды, сол жерде жаңағы жүзігін бәрін дайындап қойғам, жаңағы гүлін келемді сөз салам деп. Сөйтіп отқан кезде свет өшіп болады ғой. Полный қап-қараңғы. Бәр соткілердің жарығымен жаңағыдай шығарып, сөйтіп сол жерде сөз салғам. Көзі бақырайып, ана кәдімгі банкі болып. Сөйтіп деген. Сөйтіп жүрдік та, болды енді дедің, алып кетейін деп жүріп, жаңағыдай ол кезде жаңағы Инстаграмға жаңағыдай бүйтіп саламадым, анау-мынау дегеннен кейін сөйтіп үйленетін алдын тағы да бір жасадым ғой. Оны уже официально андай жаңағыдай оформлениясымен жасап, Инстаграмда бар, соны салғанбыз ғой. Енді Ана сказала да деп ана салдың. сказала да. Енді қыздың енді несі ғой, енді олардың бір арманы, сондай бір ертең естелік тарих болып қалсыншы деп. Бізге бізге бәрібір ғой, былай келгенде әйтеуір үйленсек болды, үйтсек, бүтсек, ананы жайғастырып, мынаны істесек болды деп. Олар басқаша ойлайды ғой. Енді жаңа айтып жатсың ғой, бірден КВНнен кейін Алматыға кетіп қалдым, жаңағы әке-шешем әлі ерте деп айтқаннан кейін. Сенің негізгі о бастағы арманың, мақсатың, сен осы ән әлемінде, шоу-бизнесте, әнші ретінде қалыптасқың келді. Бірінші мақсатың, арманың сол болды ғой? Әнші болу менің бірінші мақсатым солай еді негізі. Әлі де ән айтамыз ғой енді. Ән саламыз, арман қуып, сол Алматыға кеткен жайымыз бар. Ол так 2000 негізі жалпы 2007-ге дейін мен Шымкентте кабактарда, ресторандарда өлең айтып, музыкант болып істегем. Сөйтімді Алматыны көрейін деп Алматыға кеттік. Сөйтіп Алматыда енді досым Айбекте арман қуып Алматыға кетті ғой. Сол кезде
бірге сол Алматыда өмір сүрдік. Бірге квартира жалдап, ол кезде 90 мың деген ойбай сұмдық ақша. Жаңағы квартира ай сайын келіп қалады, тырбаңдап әйтеуір. Сол кезде ресторанда жұмыс жасадым. Алматыда Атакент деген жер бар ғой. Сол жерде Томирис деген тойхана не болатын, ресторан болатын. Соның летнийінде де, жаңағы несінде де жұмыс істеп, біраз жерде жұмыс жасадым. Сөйтіп жүріп, жаңағыдай әйтеуір тиындап тауып, квартираңа не қыласың, әйтеуір Алматыда жүргеніңе мәзсің. Сөйтіп жүргенде қиындықтар болды ғой енді. Квартирада тұру, жүру, жаңағы басқасы бар. Сөйтіп жүргенде маған бір ұсыныс келеді. Өзіңіз танисыздар, алдын ННБек тобы болған жаным деп. Нұрлыбек бауырым хабарласады. Донча, қалайсың? Бізде ұсыныс бар саған деген. Біз Шымкентте осындай ивент агентство ашып отырмыз. Давай, бізге әнші бала керек. Сен давай продвигать етейік. Как раз қазір Алматыда не істеп жатсың? Мен осындай кабакта жүрмін. Келсе бізге жұмыс істейік бірге деп. Болды деп жаңағы досыммен де ақылдасып, жаңағы Айбекпен ақылдастым. Айбекте қарсы келген жоқ. Давай, кеп тұр ғой, давай, істе, удачи деп. Сонымен Шымкентке 2011-де келем. Шымкентке 2011-де келдік, сол жігіттермен жұмыс жасадық, бірақ ол ұзақ болмады. Мен ойладым, бір сольны айтам деп, жоқ. Қасыма дуэт қып қызды қойғаннан кейін біз тойға жұмыс жасап кеттік ары қарай. Кейін ол салада сол дуэтпен айтып жүрдік. Дуэттің аты қалай еді? Дуэттің аты ол кезде Пионер болды. Бірінші дуэтіміз Пионер болды. Оны жүргіздік. Бір шыққан танылған ән болды ма? Жоқ, біз ол авторский ондай ән жазған жоқпыз. Тек тойға. Одан кейін ол қанша бір аз уақыт жұмыс жасадық та, сонымен біз жұмыс жасамайтын болып шықтық. Сөйттік та, жаңағы екінші дуэт, енді жұмыссыз қалдым, қалада жүрдім, ары бер. Сөйтіп тұрғанда тағы жігіттер хабарласып, Марат деген жігіт қазір Шымтой деген жүргізіп жатқан. Енді ол уақытта сол той еді ғой. Қазірде мысалы тойлар, диско деген дуэтті құрып, ары қарай жүріп кеттік. Сөйттік та, ол жігіттер жаңағы Алматыға кетті, басқа қылды. Сонымен сол дуэт қазір тойға шығамыз. Өзім жүргізіп, өзім жасап жатырмын қазір. Қасыңда қыз, әйел адам ба? Иә, Арай деген қыз қасымда, қарындасым. Ол да былай келгенде бойдақ. Сол оны енді ұзатамай жатырмыз. Құдай қаласа ұзатамыз деген ойдамыз. Сол. Сендер көбінесе осы Шымкент, оңтүстік жақтың тойларын ашқасыңдар ма? Көбінесе Шымкентте, иә. Жоқ, бірақ кейде мынау Қызылорда, Тараз, басқа қалаларға кеп қалады. Көбінесе мынау Жетісай, Сарыағаш. Бірақ авторский ән жоқ, иә? Жоқ. Бізде не ғой, сол 90-х жаңағы орысша, қазақша. Тойда билететін, көңіл көтереді. Тойға, иә. Негізі андай бір ақыры ән айтып жүрсің. Бір авторский ән болмаса да кавер орындап, бір видео түсіріп жіберіп, қазір оңай ғой жолы, сал жіберу, тикток арқылы, инстаграм арқылы, сондай бір ой келмеді ма? Негізі болды ондай ой, бірақ білмеймін, енді қатты мән бермедім ше, шыны керек. Лучше мен жаңағы авторский, жаңағы сольны сондай әндерімді дайындап сөйтіп шығарсам деген сол ойда бар да. Құдай қаласа естисіңдер оны да. Бар әндер туралы. Қандай стиль жақын саған? Маған R&B ғой, R&B soul R&B дейді. Сол стиль ғой. Осы киноның көстемесін, фильмді түсіріп бастаған кезде мен барлығынан солай сұрап жатырмын. Актерлықтан бөлек, ішінде ойнағаннан бөлек қандай үлес қостың киноға? Енді халық білмейді ғой. Кадрдың сыртында бәрі бір жұмыс істеп жүрді. Иә, ол енді менің әр досым, класстасым, командаласым. Бұл жерде енді командамен бірге жұмыс бастап отқаннан кейін енді құр бітіп отпайсың ғой жаңағыдай.
жұмыла кірістік қой. Ол сен актер бол, актер болдым, болды, мен өзім сменамды бітірдім, қайту деген нәрсе жоқ. Бізде ондай болмады. Өзің де сол жерде жүрдің. Актер болдық, өзім рөлімді жасадым, ары бері, бірақ кадрдың сыртында біз жұмыс істедік. Кәдімгі административный вопростар болсын, басқасы болсын, әйтеуір жүгіріп, анияғы мынияғы шауып жүрдік. Қолдан келгенше әйтеуір. Бұл біздің енді бірінші осы проект болғаннан кейін былай келгенде көрдік, білдік та, опыт та болды бізге бұл ше. Құдай қаласа келесі проект болатын болса, уже біз жаңағыдай дайын болып тұратын шығармыз, может. Любой жұмыста болады ғой, енді бір минусы болады, басқасы болады. Зато келесі нелерде сен уже білесің да, қалай не болып жатқанын деген сияқты. Саған кадр сыртындағы киноның кадрының сыртындағы жұмыстар ұнады ма өзіңе? Ұнады, өте процесс зор ғой, кайф қой. Кәдімгі 20 күн қойылады ғой жаңа площадка, 20 күн міне жұмыс істеп қойылады. Кәдімгі 20 минуттай өтіп кетті ғой, тез ше. Кәдімгі қимай сол тағы бір сағынады екенсің, сол қайталанса деп ше, сол процесстер ше. Жақсы ғой, әдемі, ұнады, конечно. Мысалы, өткенде Азамат айтады, мен мынаны да істей алады екен, мен кейін көзім жетіп жатыр. Келесі киноларда, мысалы, мен мына жұмысты алып кете аламын. Айтып отырмын ғой, бізде команда енді қатты мақтағаным емес енді, бірақ шынайы да ол, жасыратын ештеңе жоқ. Бізде команда универсал ғой. Иә, енді сахнада қаншалықты базарға шығып сауда істесең де істейді. Иә, шынымен. Яндексті айдап кете береміз біз. Осы кинода мен енді білмеймін ғой, көріп келе емеспін, не емеспін, бірақ өзім көрген кезімде мен кәдімгідей сенің ойнаған шеберлігіңе кәдімгідей тәнті болдым. Неге? Себебі Мараттың ойнағанына үйреніп қалғанбыз. Жаңағы басқа актерлардың бәрін білеміз, ойнап жүрген көріп жүрміз. Данекер ағамызды білеміз, иә. Енді бір жаңалық, жаңағы Айбек болатын болса, антагонист, тағы бір жаңалық Ералаштың кішкене жаңағы, бұл жерде юмордан алыстау, серьезный роль ғой енді оныкі. Енді, иә. Және сенікі. Керісінше, сен антагонист емес, в то же время добрый да роль емес. Ортасындағы... Иә, мені Мараттың жаңағы жиен інісі деп солай қабылдап неғылдық қой енді, солай қойды. Мен білмеймін енді, оны былайда естіп жатырмын, жаңағы, бірақ киноны мен өзім әлі көрген жоқпын да, шыны керек. Бірақ жаңағы балдардан естіп жатырмын. Ой, сен кәдімгі алып шығыпсың ғой, бүйтіпсің ғой деп ше. Бірақ енді по-любому адам өзіне бір по-любому жеткіліксіз болады ғой, любой нәрсе қанағат жоқ қой бізде. Ана жер бір ұнамай тұрады. Баяғыда анау Майкл Джексонның өзі айтқан екен да, өзінің әндері өзіне ұнамайды екен. Шыны керек, көңілі тоймай тұрады екен. Сол сияқты білмеймін, менде бір андай да, әлі толық сенамай тұрсың. Сенамайсың, андай, әлі бір шикі жер көп та. Өйткені біз енді бүйтіп профессионал, оқыған, академияны бітірген, жаңағыдай, мына актер деген печатный мөріміз жоқ та. Біз енді самоучка жаңағы қызығушылық, солай қалай бар, солай береміз да. Жаңағы режиссердің сүйемелдеуімен деген сияқты болмаса, мынандай тақырып берсе, соны сомдап шығу. Оның бәрі негізі сол КВН-нің арқасы деп ойлаймын. Және әмбебап болуымызда КВН-нің арқасы. КВН негізі өте үлкен школа ғой, өзің білетіндей. Ол мектепте біраз нәрсе үйрендік деп айта аламын. Ауыз толтырып та айта аламын. Біраз қаншама жігіттер жүр ғой, мысалы, сахнада, өнерде. Бәрі сол КВН-нен шыққан ғой. Иә. Менің айтайын дегенім, қара, енді әнші екеніңді білеміз. Біздің командамыздың әншісі деп те жігіттер өздері үнемі сөйтіп таныстырады, үнемі сөйтіп айтып жүреді. Осы жолы сенің бір өзгеше бір рөлді алып шыққаныңа куәгер болып жатырмыз, иә? Оказывается, Донча осындай Данияр сұмдық талантты екен ғой деп ойлаймыз да, бірақ сол потенциал уақытында ашылмай қалғанына бір
өкініш іштей бір мына жерде ше андай бір енді бар ма? Жоқ десең сенбеймін. жоқ, бар деп айта аламын, иә. Уақытты біз уақытында біз уақытты дұрыс пайдалана аламадық та. Соған кейде бір ойланып, кейде бір сәл өкініш болады. Сәл емес, енді бір өкініштер болады. Неге мен сол уақытта былай жасамадым? Мен сол уақытты қайтып кассетаны айландырып берсе ғой, мен былай жасап, былай жасайтын едім. Енді ол нәрсенің бәрі бір не ғой енді, арман, жаңағыдай фантазия ғой енді. Ал бірақ әлі де кеш емес деп ойлаймын. Сен ол қай жасыңда бол, бағың ашылса, бағың жанса, любой уақытыңда жаңағыдай жасайсың. Мықты шетелдің актерлары болсын, әншілері болсын, даже 50-ге келіп, бағы ашылып, жаңағыдай шығып кеткендері бар. Өзінің тарихта қалдырып кеткендері бар, мысалы, қаншама. Соқсап тілейміз Құдайдан. Қатты бір өкінетіндей ондай ештеңе жоқ. Мысалы, мынандай ой болады менде, 35-тен асқаннан кейін басталды. Мен сонда не бітірдім дегенше. Оны да ойланасың, қанша уақыт өткізіп қойдым, артыңа қарайсың, жастар кәдімгі шығып жатыр, 20 жасар жаңағы ойбай деп стадион толтырып жатыр дейсің, 18 жасар қыздар жаңағыдай шығып, группа болып жаңағыдай істеп жатыр, жанып жатыр, шығып жатыр. Бірақ білмеймін, бірақ бір шетінен бір нәрсе мені кішкене басады да, кішкене көңілімді көтереді дегендей. Сол 35-тен былай қарай, 30-дан 35-тен былай қарай сен уже жай есті жиып, сен точно қай бағытта екеніңді, адамдармен қалай тілдесіп сөйлесу, мысалы, өнерде ол тек қана сен ән айт, актер бол да емес, оның ішінде сен адамдармен тілдесуің бар, келісуің бар жаңағыдай. Иә. Гонорарыңды айтатын жерлерің бар, или айтпайтын жерлерің бар, мысалы. Оның бәрі көре жаңағы көсем боласың дейді, сол сияқты опытпен келе береді екен да. Мысалы, қараш, білем, оны Есен аға да өзінің сұхбатында айтты. Біздің кезімізде әлеуметтік желі дамымаған еді. Олай қазіргінде мүлдем болған жоқ десек те болады, Моймерден басқа ештеңе болған жоқ қой. Бірақ бізбен қатар шығып, әрі қарай сол әлеуметтік желіні алып кеткен бізден үлкен де адамдар бар ғой. Біз сонда солар құрлы болмадық па, бір какой-то парақшаны жүргізе алмадық па деген бір ой болады ше менде кейде. Менен кейін шыққандарға, мысалы, бар ғой менен кейін шыққан жайдарманшы қыздар, танымал 1 миллион, 2 миллион подписчигі бар. Конечно, олар жас қой, олар соцсеттің кезінде шықты. Но, бірақ үлкен кісілер де бар да, қаншама соны алып кеткен, жүргізіп атқан. Ең құрмағанда, мен өткенде Шапағаттан да осыны сұрадым. Ең құрмағанда неге әлеуметтік желіні қоса бірге ұстап жүрмедіңдер деп? Білмеймін, шыны керек, өте жақсы сұрақ негізі. Шыны керек, біз сол DVD заманында сол дисктің ішіне қалып кеттік. Мынандай плейлистте, сыртында маркермен жазылған, көз тимесін, мынандай ойын деген сияқты. Еще ең қызығы, сол дискті қазір өткенде сендердің ойындарыңды дискқа көшіріп алайын десем, қазір диск оқылатын жер жоқ. Қазіргі компьютерлар дисководсыз шығады екен. Иә. Оны баяғы анау Pentium 1 бәле дегендердің сол жаңағы соларда ғана дисковод. Бұл жерде біз әлеуметтік желіге біз енді келді ғой, мен есімде сол бір 2000 қай жылдар еді, 13, 2012, сол уақыттар еді ғой. Біз ол кезде жаңағы iPhone ұстау деген ол арман еді ғой бізге. Одан кейін жаңағы Android ұстап аламыз да, оның жаңағы камерасы сапасыз, сенің жаңағы түрің анық көрінбейді. Кейіннен уже 2016-тан былай қарай жаңағы дамыды ғой. Мобилографтар жаңағыдай жұмыс жасап, ол мобилограф болудың өзі осы уақытқа дейін, мысалы 20-шы жылға дейін біреулер оқып, біліп, сөйтіп дамып, бір жылдың ішінде жаңағыдай позицияларын қойып көтеріліп кеткендер бар да. Біз олай зерттеп, бізде уақыт болмады да бұл.
біз түстік та қоя салдық. Инстаграм ба, аштық болды. Оны жүргізу, қалай жүргізу, біз оны бағыттап жасамадық, шыны керек. И мен өзім мысалы қатты бір бүйтіп берілмеймін ше, шыны керек. Жүргізуді или біз дұрыс түсінбейміз ба? Байқадым, ең последний қабылдайсың. Иә, сол ғой. Айтыңдаршы Даниярға қабылдасын деп жүріп қабылдатамыз. Мен Зарина более андай жақсы көремін. Өзім жаңағы әншілерім бар, өнер жаңағы Bad Awards дегендер бар. Мен көбінесе нигер дейді, черный музыка жаңағы. Мен соларды көбірек тыңдаймын. Сөйтем да мен ютубта кіріп кетемін. Жаңағы Рей Чарльстен бастаймыз да, Биби Кингтен аяқтаймыз. Сондай музыканттарды тыңдап, соларды более соған уақыт бөлген жақсы көремін да. Инстаграмға ондайға мен білмеймін, қатты қызықпайды. Оған кіресің, миың ашып кетеді ғой. Анаусы бар, анау историясын салады. Бір қарапайым адам өзінің бір отбасын сауатады. Ол маған керек емес ғой. Нәрсе мысалы, оны танып білу, личный информация, миың толтырып зачем деймін да. Оның орнына мен жаңағыдай бағалы кино көрген жақсы көремін. Мықты жанрларды. Солай ізденген жақсы көремін. Актерларға қарай мысалы. Қалай ойнайды, қалай не қылады, бұлай зор, деп. Мысалы, әр елдің өзінің кинолары бар мысалы. Японияның мысалы стилінде, бағытындағы киноларды көресің мысалы. Кореяның, Американың дегендей. Индияның өзі мысалы қандай әдемі эффекттермен береді да кейде. Соларды қарайсың. И әнді де солай. Көбінесе сол шетел тыңдаймын. Шыны керек. Солардың концертін, солардың әндерін тыңдаймын. Плейлистім сол. Лучше жаңағы информация, күшімді сояққа жұмсаймын көбінесе. Сен өзің ән жазасың ба? Мен өзім бұлай композитор емеспін. Бірақ болады, кейде бір кеп қалады. Бір-екі әнім бар өзім жазған. Бұлай мен композиторым деп айтамайын. Жазған кезде де сол R&B стилінде? Иә. Сол бағытта. Қашан естейміз енді? Құдай қаласа. Авторский әнді өзің жазған. Құдай қаласа естейсіздер. Алла бұйырса. Мына киноның... Аман есен мына киномызды Құдай қаласа халыққа паш етіп, халықтың бағасын, жақсы деген бағасын алып, сондай ризашылықпен, сол нәрсе қазір ойда тек сол. Қайерде жүрсек те әйтеуір, күніге дұғада жаңағыдай жақсы өтсе, халыққа ұнаса, главное әдемі шықса деген ой ғой. Құдай қаласа. Содан кейін кірсеміз. Содан кейін уже міне деп реттеп болып, уже ол әнді андайда, мен өзім андайға кіріскен жақсы көрем, бір жырп еткізіп, жазып, болмаса фальш қып жаңағыдай, тез патып тұрып жазып шығара салу. Қазір оңай ғой, мысалы, сетке сала саласың, мысалы, интернетке саласың, аяқ саласың, болды. Оның качествосы әдемі болып шықса, өзің балаңдай қарайсың да, онша. Мысалы, сен дүние шығардың, өзің балаң туылғандай қылып қарайсың да. Осы тағы да жайдарманшылардың бір жақсы, бірақ өздеріне зиянды жері, слишком перфекционистпіз ғой. Осы нәрседе бар. Мен элементарно айтайыншы, видео, қазір көстемесін промоспен айналысып жатырмын ғой. Видео Инстаграмға дұрыс емес шықса, шрифт дұрыс жазылмай қалса, текстта қате кетсе, менде басталады. Знаешь, КВНщица Зарина включается. Ол жақсы качество. Мен ойлаймын, ол өте жақсы качество. Бірақ кейде соның зияны тиіп кетеді, қай жағынан. Солай қате жазылған дүниелер атып кетеді да кейде. Енді азато жоқ, ол мысалы сен атып кету деген нәрсе, мен былай түсінемін да. Сен жаман нәрсе шығарсаң да, бір бұзақы болып, бір боқтай салып, жаман сөз айтып, атып кетті. Бірақ ол главный атты деген нәрсе емес да. Ол емес, иә. Видишь, сен лучше качественный қылып атылса, ол вообще лучше да. Ол сен қанша мықты қылып шығарсаң да, по-любому бір сыншы болады. О жерде отырып алып, диванный дейді ғой жаңағы. Иә. Міндетті түрде болады. Анау, бірақ сол адам оны, мынандай жерінде жасай алмайды. Сол адам ше. Бірақ оны қатты қарай бермей, главное өзіңе качествоңа ұнады ма, шығар.
Сен біліп тұрсың ғой, сен мына жерде мысалы сенің дүниеңде мына жерде қай жердің бәрін сен білесің, не қате емес. Әдемі қылып шығардың, болды, главное сол. Главное соған біз жаңа перфекционизммен саған айтайын дегенім, ананы идеальный қылып шығарам дегенде тағы уақыт өтіп кетпесе болды деп жатырмын да. Иә, мен жаңа соны айтқым келді, сөзің бөлгім келмеді. Уақыт қой. Действительно, біз сөйтіп жүрген кезде менде ондай көп кездескен. Мынаны жасаймыз деп отырып, бір айдан кейін басқа жақтан естіп отырасың осы идеяңды біреу шығарып отырады. Ондай өте көп. Одан кейін оны сен әдемі қылып тағы да бір идея келеді да, сен оны жаңағыдай әдемі қылып әсемдеп енді шығарам деп отқанда, анау істеп отыр да оны. Менде болған ондай. Аранжировкамен де, әнмен де. Көбісі анау андай әндер көбейіп кетті ғой, перепевка. Мысалы, қырғыздың әндерін, ананың әндерін алып. Сол кезде менде бір ой келді да, бір кетіп баратып, бір YouTube көп ақтарам. Қарап отырып, мына әнді шығарсам қалай болады деп, бәрі шығарып тұр ел деп. Сөйтіп енді студияға алып келіп жаңағы жаздыртып, сөйтіп неғып отсам, ана әнді ертесіне кешью ма, бір басқа біреулер айтып жатыр ғой жаңағы. Сөйтіп қарадым да, бұлай болмайды екен. Бұлай болмайды. Оның бәрін жинастырып тастадым да жаңағы. Лучше авторский өзің, чисто. Соны алып келіп жазам, қанша уақыт өтсін, зато ол жарық көреді. Небір әндер бар, 20 жыл кәдімгі сарайда жатқан әндер шығады, атады. Может, бәлкім менікі де солай ататын шығар деген ойда. Сенің де ол әндеріңнің уақыты келетін шығар, сендердің уақыттарың келетін шығар, именно әнші ретінде да. Құдай қаласа. Иә, оған тілектеспін. Енді бұйыртса осы фильмнен кейін жаңағы кино жағынан да жолың болып кетеді деп ойлаймын. Аумен айтқаныңыз келсін. Мынандай сұрақ қойғым келіп тұр, сендер бәрің сыныптассыңдар ғой, иә? Почти бәрің. Бір мектепте оқығансыңдар. Біз көстемесін ба? Көстемесінде менің сыныптасым, класстасым Ерлаш қой, Ерлан. Шапағат жоғары. Шапағат бір класс жоғары оқыды. Бірақ бір мектепте оқыдық. Шапағат, Ерлаш, мен үшеуміз бір мектепте оқыдық. Ерлаш менің класстасым. Біз кішкентайымыздан анау не дейді, тай ұлындай бірге өстік қой. Аллаға шүкір, әлі де біргеміз. Сол мектеп кезіндегі араласқан достық әлі күнге дейін бар ма? Қазір әлде уақыттың талабына байланысты, заманға байланысты, жұмыс орындарыңа байланысты кішкене өзгеріс болды ма? Кішкене өзгеріс болғанда жоқ. Неге жоқ? Бар. Бар ма? Әлі күнден араласамыз, семейне араласамыз. Шапағаттың әке-шешесін де танимын, туысқандарын да танимын. Ол сенікін таниды? Иә, менікін таниды. Біз енді КВН ойнап жүргенде тойға шығатынбыз. Біз енді міне тойға шығып жатырық дегенде біз о баста шығатынбыз тойға. Сол кезде бір-біріміздің жаңағы туыстарымыздың тойына барып беретіміз, кіріп беретіміз жаңағы. О кісілер риза, біз жағы риза дегендей. Ерлаштың да жаңағы ағайын туыс, бөле, жаран бәрін танимыз. Анасын танимыз, анасы бізге мынау кішкентайымызда бұлар онкологияда тұратын Ерлаштар. Сол кезде біз мектептен шығамыз да қарнымыз аш, именно Ерлаштың үйіне барамыз да, отырып аламыз. Тамақ жейміз сол үйден. Мысалы да. Сөйтіп өскен балдарымыз әлі күнге дейін сол анамыз айтып отырады. Анау кішкентайларынан білеміз ғой деп ше мысалы. Сол семейне араласамыз, ол Мараттың да, Азиконның да бәрімен солай, әлі күнге дейін солай. Кім ең жақын досың, сырласың? Командада ма? Командада. Барып, ішіңдегіні ақтарып, айтып тастай алатын кім бар? Командада Айбек қой, Шапағат. Осы екеуі. Біз командада көстемесінде жалпы қай ойын болмасын, жаңағыдай ойын бітеді, біз үшеуміз кетіп қаламыз. Неге? Білмеймін неғып. Осы үшеуміз сөзіміз андай да, киіліп қалады, бір-бірімізді түсінеміз. Алыстан түсініп қоясың деген сияқты. И бірге жаңағы отырысымызда, жаңағы компаниямызда, компашка дейді жаңағы. Сол жерлерде сол үшеуміз. Ой өрісіміз жаңағыдай бір-бірімізге деген жаңағы сен айтпақшы сырымызды айтып, бөлісіп, жақсы болсын, жаман болсын, жаңағыдай қайғылы болсын, басқа болсын, әйтеуір сөйтіп реттеп отырамыз.
мен мынандай істейін деп жатырмын, мынандай дүние жасайын деп жатырмын, қалай болады, қалай қарайсың деп ақылдасып, кейде сондай болады. Жылап та аламыз, күліп те аламыз. Енді өмір болған екен бәрі жаңағыдай масляный болмайды ғой енді. Тәтті болмайды ғой. Арасында болып тұрады. Бұйыртса кино халыққа жақсы танылып, жақсы қошеметке ие болып, енді әрі қарай командадағы балалардың да танылуына алып келеді ғой ол нәрсе. Жалпы содан кейінгі сенің бір жоспарың, мақсатың бар ма? Осыдан кейін мен осы нәрсемен айналсам деген сияқты да. Жаңа жеке ән жаздыру деп жатсың ғой, одан бөлек мүмкін киноға барып, кастингтерға қатысу деген сияқты. Жоспар әрине бар, иә. Құдай қаласа. Енді әдемі дүние шығып, мысалы, сұранысқа ие болып жатсаң, жаңағыдай басқа ұсыныстар келіп жатса, неге жасамасқа оны, мысалы, барып, көріп, ерінбей жаңағы кастинг болса, кастингіне барып, қатысып, бұл нәрсе енді саған ұнайтын нәрсе болғаннан кейін барасың ғой өзің үшін. Иә. Лайым солай болса деп тілейміз. Мен бір нәрсе айтқым келеді да, бізде кішкене енді барлық адамда бар ғой ол, эго бар, сосын бұрын мен танымал едім, қазір мен өзім жалынып жүрем бәркімге, мені шақырсын деген сияқты бір дүниелер бар, әсіресе біздің заманның адамдарында. Соны айтқым келеді да, кастингтерді маған қашан звондап қалады деп емес, оказывается, өзің іздеп жүруің керек екен, баруың керек. Ондай, иә, ондай пысықтық шыны керек. Менде ондай қатты бір пысық емес бұл шыны. Өзім жаңағы бізде КВН-де айтады ғой, бір мяу дейді ғой. Өзіңнің мяу екеніңді мойындадың ба сен? Иә, андай не дейді өзі, баяу ше жаңағыдай. Жоқ, бірақ жаңағыдай жұмыс тапсырысып, былай жаңағыдай келіп жатса, неге оны істемейсің, оны істейсің ғой, жасайсың. Бірақ жұрттар ұқсап қатты бір пысық емес, бізді соны айтамай жатырмын да. Бірақ жүреміз бізде. Соны айтамай жатырмын да. Мүмкін осы пысықтық жетпей қалған шығар, пысықтық болғанда бәлкім суперстардан кейін-ақ атып кетуің мүмкін бе? Мүмкін бе, иә. Ол да бар. Енді қазір қызды болдың, ал қыз бала ол кез келген әкенің несібесінің гарантиясы да, былайша айтқанда. Инвестиция ғой, короче, қыз деген, әке үшін әсіресе. Жалпы бізде өз қазақтарда да бар ғой, әке мен қыздың байланысы бір бөлек қарым-қатынас бар бізде, иә. Сосын мен қыз ретінде айтамын да, біз қыздар всегда папамызды больше жақсы көріп тұрамыз. Иә, ол рас нәрсе. Дұрыс қой, енді қыз дегенді жаңағы не дейді, мынау өсіріп жаңағыдай ұзатқаныңа дейін сенің жаңағыдай қарауыңда да, сен жауап бересің. Бұл өмірде де, ана өмірде де. Сен жауап бересің сол уақытқа дейін. Ары қарай дейді, жаңағы табыстайсың ғой, жаңағы неке қиып, жаңағы күйеуіне, иә. Ары қарай күйеуі жауап береді екен. Сол уақытқа дейін, сол аралыққа дейін қызды айтқанын жоқ етпеу керек екен да. Ұл баланы жоқ деп өсіру керек, қыз балаға жоқ деп айтуға болмайды. Бар деп өсіресің. Иә, оны біле жүрейік. Дайынсың ғой оған? Дайынбыз, әрине. Ойбай, айналайын, оған почкамды сатсам да дайынмын ғой. Шыны керек бар. Оған жеткізбесін енді, құрсын почка сатуға. Жоқ, надо будет деймін да. Керемет сөз болды. Осындай әдемі жерде нүктесін қояйық, иә. Ал тағы да ассалаумағалейкум. Баршаңызды көз тимесін фильміне баршаңызды, барша отбасыны шақырамын. Келіңіздер, көріңіздер, ләззат алыңыздар, қуаныш алыңыздар. Және де соны қуаныштарыңызды бөлісіңіздер. Мен осы жерде бір нәрсе қосып кетейінші, предпоказдарға келетін адамдар, және де ертең бұйыртса бұл жігіттер аралайды, қалаларға барады. Сол кездерде Данияр баратын қалаға міндетті түрде өздеріңізбен Type-C зарядка ала жүріңіздерші. Сырын сол кезде түсінесіздер. Болды, рахмет көп-көп. Жақсы, рахмет сізге, рахмет.